Өткен бейнероликте мен сізге қылмыскерлерді экстрадициялау процедурасын түсіндірдім, және мұның бәрі бас прокуратурада іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін айтуға уәде бердім. Ендеше мысал келтірейін. 2023 жылы прокурорларымыздың қажырлы еңбегінің нәтижесінде салық төлемей мемлекетке 86 миллиард теңгеден астам шығын келтірген Олимп KZ қылмыстық тобының екі қатысушысы Германия мен Сербиядан экстрадицияланды. Жақында Польшадан көлемі 1 тоннадан астам психотроптық заттардың заңсыз айналымы мен сатуымен айналысатын трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы жеткізілді. 200 астаналық үлескердің қуанышына орай Ресейден өз отандастарын 4 миллиард теңге сомасына алдаған Қазақстан азаматын берілді. Айта кету керек, кейбір елдермен екі жақты шарттардың болмауына қарамастан, біз бұл мәселеге қатысты шет мемлекеттердің прокуратураларымен конструктивтік ынтымақтастық орнаттық. Мәселен, өткен жылы бізге өзара қарым-қатынас қағидаты негізінде Германиядан 3, Швециядан 2, Камерун мен Польшадан 2 іздеуде жүрген адам берілді. Биыл Чехия мен Польшадан 2 азамат берілді. Өткен жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы бас прокурорының Түркияға сапарына барып келгеннен бері бұл елменде қылмыс жасаған адамдарды ұстап беру процесі жүргізілді. Осы қысқа мерзім ішінде Қазақстанға қылмыстық әрекеттермен 13 миллиард теңге көлемінде залал келтірген 15 адамды қайтарып алуға мүмкін болды. Олардың арасында террористік топтың, трансұлттық қылмыстық топтың мүшелері, сондай-ақ ірі қаржы пирамидаларының алаяқтары болды. Сондай-ақ кісі өлтіру мен қарақшылық жасады деген күдік үшін іздеуде жүрген тағы бір адам осы жылдың 15 мамырында Түркия тарапынан Қазақстанға берілді. Мұндай өзара құқықтық көмек көрсету халықаралық қатынастардың жауапты субъектісі ретінде біздің елімізге, біздің құқықтық жүйемізге және тұтастай алғанда Қазақстанның сот төрелігіне деген сенімді растайды. Жалпы бүгінгі таңда бас прокуратура 34 елмен адамдарды ұстап беру туралы, қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы және сотталғандарды шет елдерге беру туралы 73 екі жақты шарт жасасты. Бұл бағыттағы жұмыс одан әрі жалғасуда. Қазіргі таңда Вьетнам және Кипрмен сотталғандарды беру туралы, сондай-ақ Катар мемлекетімен құқықтық көмек көрсету және экстрадициялау туралы жасалған шарттар ратификациялаудан мемлекетшілік рәсімнен өтуде.